Бейтаныс әйелдің хикаясы. Күндегі әдетіммен жұмысқа автобуспен келе жатырмын. Бүгін автобус ішінде бос орындар бар екенін көріп, қуана терезеге жақын орынға жайланып отырған мен сұлу қаланың келбетіне тамсана қарап келемін. Күнде көрсем де өзіме бір жаңалық ашқандай қарап қоямын. Бір кезде кезекті аялдамадан автобус ішіне енген 35-40 жас шамасындағы әйел тура мен отырған орынға беттеп, қасымдағы бос орынға келіп отырды. Жан-жағына қарап отыр жаңағы әйел. Қасымдағы әйелдің үстінен темекі мен арақ иісі араласып, қышқылтым иіс бұрқырап тұр. Үстіне киген көйлетоз көйлегі көптен бері жуылмаған, ал аяғындағы сүйретпесінің әбден жұлығы шығыпты. Күз өкшесі қарайып кеткен. Шашының қарасынан ағы көбірек секілді көрінді. Жолып таралмағанына ай болған секілді. Қолындағы пакетінен бос шөлмектердің сұлбасын көруге болады. Әйел әбден өмірден теперіш көрген жан сияқты. Қара көздері мұңға толып, бір сырды жасырып тұрғандай көрінген. Ой құшағында отырған маған, сіңілім 90 теңге жолақысын төлей аласың ба мен үшін деп дауысы дірілдей сөйледі. Иә апай, оқасы жоқ деп мен QR кодпен жолақысын төлеп, оның бетіне қарағанымда, рахмет сіңілім. Алла отбасыңды бәле-жәледен сақтасын деп риза болды. Сөзді мен бастадым. Апай, қайда бара жатырсыз? Тиісті аялдамадан өтіп кетпеңіз дедім. Әйел, жоқ қызым, мен соңғы аялдамадан түсем ғой деп бір күрсініп қойды. Сендер әлі жассыңдар, көрер қызықтарың алда, өмірдің қилы жолында қате баспаңдаршы, мен құсап деп кеңсеңдеп кеткені. Мен не дерімді де білмей қалдым. Бұны сезген әйел, ақыры соңғы аялдамаға дейін уақыт бар ғой, өз жайымда баяндасам қарсы емессің бе? Менің жасаған қателігімді сендер жасамаңдаршы деп терең күрсінген. Иә апай, айтыңыз, адамның қайғысы айтса ортаяды дейді ғой, құлағым сізде деп оған еттене бетіне қарадым. Мен бір үйдің жалғыз қызы болдым. Әкем әскери адам еді, ал анам сатушы болып жұмыс жасайтын. Шіркін, сол бір қамсыз күндер ай, көрген түстей болды-ау бүгінде деп терең күрсінді бейтаныс әйел. Мен өмірге келгенде әкем атымды Сәуле деп қойыпты. Тегі өміріне Сәуле қуаныш берсін деген ғой. Қайдан білсін, менің Сәуле емес әуре болатынымды. Өзім орта жүзбін. Балалық шағым Семей қаласында өтті. Жалғыз бала болған соң менің айтқаным әке-шешеме заң болды. Не кием, не ішем деген ой болмапты менде. Адамдардың бәрі біз сияқты басшылықта өмір сүреді деп ойлаппын ғой. Тілім орысша шықты. Ол кезде орыс балабақшасы, орыс мектептері жауыннан кейінгі саңырауқұлақтай қаптап кеткен. Әкем Мансұр өте көрікті, еңгезердей адам болды. Барлық қыз қырқын әйелдер сырттай әкеме ғашық, өліп жүретін. Бала болсақ та бәрін сеземіз. Негізі қыз бала өте сезімтал болып келеді ғой табиғатынан. Анам Сәния орысша тәрбиеленген, Өскемен жақтыдан. Көрікті әйел. Біздің отбасымыз өте тату тәтті еді. Әкем көрші орыс келіншек Викториямен шатаспай тұрып. Виктория деп отырғаным бізге көрші тұратын әйел. Өзі өте сүйкімді. Еркек түгіл әйел қызыға қарайтындай сымбатты, адамды өзіне магниттей тартатын қылықты келіншек. Ол кезде жарық жиі сөніп қала береді. Бәрін экономдап жатқан кез. Әсіресе кешке қарай. Бірде сол Виктория біздің пәтердің есігін тықылдатпасы бар ма? Извините, можно Мансура Беновича деп сызылып қояды. Төргі бөлмеде отырған әкем, ол кім деп есікке жақындады. О, Виктория Сергеевна, какими ветрами деп құрақ ұша амандасты. Мансур Бенович, извините меня за поздний час. Уже 2 дня сижу без света, муж в отъезде деп ақтала сөйлеген келіншек күлімдей. Сәуленің түсінгені, келіншектің күйеуі Дима ағай іс-сапарда көрінеді.
Орыс келіншек электриктерге қанша звондаса да еш хабар ала алмапты. Енді көмекке көршісі Мансұрды шақыра келіпті. Әкем содан жарты сағаттан соң оралды. Өзі көңілді сияқты ма? Әндетіп қояды. Ол кезде анам жұмыстан әлі келе қоймаған. Мен де бірдеңені ішім сезген сол кезде. Бірақ анама бұл туралы айтып, үйдің берекесін алғым келмеді. Орысша оқып, орысша тәрбие алған мен үшін осының бәрі қалыпты жағдай болып көрінді. Айттым ғой, мен өзім де орыс мектебінде оққаннан, достарымның көбі орыс тағы басқа ұлттан болды. Мектепте менің сұлулығыма сұқтанбайтын жігіт кемде-кем шығар. Ішкенім алдымда, ішпегенім артымда. Үстіме киінетін киімім ылғи шетелдік киім. Дегенмен офицердің қыз емеспін бе? Тәкаппар едім ол кезде. Сабағымды өте жақсы оқып, тіпті орыс мұғалімдердің жазған сөздерінен қатесін тауып отыратын менің беделім мектепте дүркіреп тұрды. Жалпы біз қазақтар өте зейінді, қабілетті ұлт емеспіз ба? Ал өз ана тілім, қазақшаға келгенде тілім күрмеліп қалатын. Жазда ауылда тұратын ата әжемнің үйіне барсам, бір аптаға әзер шыдаймын. Одан соң әкеме алып кет деп қайта-қайта телефон шалумен болатынмын. Ата әжем маған бәйек болады, бірақ еркін қазақша сөйлей алмай әбден қиналып кетем. Қалаға келіп, тынысым ашылғандай, түнімен дискотека, клубтарда қаңғып жүремін достарыммен. Маған осы өмірім керемет көрінетін. Үйімізден де береке қаша бастады. Әке-шешем жиі ұрсып қала берді. Ұрыстың басты себебі әкемнің Викториямен қатынасы екенін сеземін. Анам басында жылап-сықтап жүрді. Көп ұзамай жұмыстан қызу ішіп келетін болды. Бұның бәрі мен үшін үлкен соққы болғаны анық еді. Кейде анау ұятсыз Викторияның күйеуі Димағайға барып, бәрін айтсам ба деп оқталып қоятынмын. Оған әкемді аяймын бір жағынан. Себебі мен әкеме өте жақын болып өстім. Ылғи да ұйқыға жатарда Құдайдан әлгі сұрқия Викаға өлім тілеп ішке күбірлеп жататын болдым. Айрандай үйіп отырған отбасының берекесін алған осы әйел менің жауыма айналған. Әкем анама ант су ішіп жатады, бірақ қоя алмайды. Әкемді де аяп кетемін осындайда. Не істесем екен, әкеме қалай көмектессем екен деп басым қатты. Бірде әкеммен оңаша қалғанда, әке, сізді түсінемін. Осыны қойыңыз, түбі жақсы болмас деп ашық әңгімелестім. Әкем басында бұлтақтағанымен мойындады ғой. Өзім де білмеймін, сол әйелді көрмесем тұра алмаймын. Ары кесе 4-5 күнге шыдаймын деп ағынан жарылды. Бой жетіп қалған мен енді әкемді сол Виканың құрғынан босатуды ойладым. Біздің сыныпта бір татар қызы болды, ұмытпасам есімі Бану. Сол қыздың шешесі дуа қайтарады, ауырған адамдар емдеп жазады дегенді досым Лен айтқан. Енді мен тура сол Банудың шешесіне барып, әкемнің басындағы дуаны алғысам деп шештім. Банудың үйі ол кезде Таткрай атанған жерде тұратын. Бұл жерде көбіне татарлар мекендейді. Өзіммен бірге әкемнің, содан соң Виканың корпоративте түскен фотосын алдым. Ақшаны да аямай берем деп шештім. Себебі мен отбасымдағы ұрыс керістен шаршап кеткен едім. Қарағайдан салынған үйде тұратын Мәрзе апай суретке қарап отырып басын шайқап қойды. Мына келіншектің дұғасын қайтара алмаймын. Мұсылманнан басқа ұлттың дұғасын жасаған екен, кәпір, неме деп жерге түкірген. Немістің дұғасы сияқты ғой, өте күшті екен. Қолынан келмейді деп шынын айтып, ақшаны да алмады. Басым салбырап, дәрменсіз күйде үйге келдім. Әкеме бәр жайды айттым. Ол да дәрменсіз күйде болды. Ал енді тауып көр, ол дуа кешті, сәуле деп қоямын өз-өзіме. Жоқ, мен табамын, және әкемнің дұғасын алдырамын деп өзімді жерлендіріп бақтым. Кейде, папа, басқа қалаға көшейікші, бәрін ұмытайық деп қоямын шаршағаннан. Енді мен әлгі сұмырай қатын Виканың тұқым тұяғын зерттей бастадым. Менің сыныбымда Женя деген қыз бар.
Соның осы Викаға бір туысқандығы бар екенін білемін. Енді содан сұрап, тамырын басып көрсем қайтеді деген ой келді. Сөйтіп, Женямен жақын достасып, сырласа бастадым. Мерекелерде оған сыйлықтар ұсынып, сенімді досы болып алдым. Ақша жетеді офицердің қызында. Сөйтсем, Вика Женяның әкесінің жиен қарындасы екен. Дима ағай оның 4-ші күйеуі болып шықты. Виканың нағашы апасы Павлодарда тұрады. Дуа жасаумен айналысатын неміс кемпір көрінеді. Менің есіме әлгі татар әйелдің айтқаны түсе кетті. Бәле осында екен-ау дедім іштей. Енді сол Павлодардағы неміс кемпірге бару керек деп шештім. Әкеме бұл жайында тіс жармадым. Дос қызым Женяның үйінде емтиханға дайындалам деп әкеме, анама ескертіп, мен сол Павлодарға тарттым. Жаста болсам, бойымда батылдық бар еді. Мүмкін орыс балаларымен сырласып өскеннен болар. Өз-өзіме сенімді, жігерлі болдым. Женяның айтқан адресіне келіп жеттім. Қақпаны жасы 20-25 шамасындағы жігіт ашты. Мен іздеп келген адамымды айтып едім, кешіккенімді білдім. Кешке дуа кешкен бір өмірден озыпты. Өлерінде немісше сандырақтап, әлдекімнен шошынғандай айқайлап көз жұмыпты. Кемпірдің қол-аяғы тырысып, тура бір томар ағаш құсап, кеуіп қалыпты, деді әлгі жігіт. Талай жылғы жасаған дуасы өзіне қайтты дейді. Сонымен барлық сырды, дуаны өзімен ала кетті дуашы кемпір. Мен тауым шағылып Семейге қайттым. Енді бәрі бітті деп ойладым. Қазір өзім таң қалам. Осының бәріне жап-жас болып қалай араласып жүрмін. Мүмкін бұл менің әкеме деген перзенттік махаббатымнан болар. Үйге келсем, ешкім жоқ. Бәрі жұмыста екен. Неше күн жол жүріп, шаршаған мен душ қабылдап, көзім білініп кетті. Сол кезде түс көрдім. Түсімде Вика мініп келе жатқан көлік жолдан аударылып, бір терең құзға қарай құлап бара жатыр екен деймін. Түсімнен шошып ояндым. Бар білетін бисмилламды айтып, неге жорылымды білмей отырдым. Түс түлкінің боғы деген деп қоямын. Қанша жек көрсем де Виканы өлімге қимайды екенмін де. Кешкі сағат 8 болды. Жұмыстан анам келді, әкем келді. Үшеуміз отбасы болып кешкі асты іштік. Бұрынғыдай ашық жарқын әңгіме жоқ. Бір бөтен адамдар сияқтымыз. Таңертең сабаққа бармақшы болып ерте тұрдым да далаға бой жазу жаттығуын жасау үшін шықтым. Біздің подъездің алды толған полиция мен жедел жәрдем көліктері екен. Бұған онша мән де бермедім. 15 минуттай жүгіріп жаттығу жасап оралсам, ары-бері жүрген адамдардың қарасы көбейіп қалыпты. Бір кезде Дима ағайдың «Почему так, боже мой» деген даусын естіп тіксініп қалдым. Тез өз қабатыма көтеріліп кеттім. Тез-тез таңғы асымды ішіп, мектепке асыққан мен есік алдына шықсам, адам қарасы көбейіп кетіпті. Көрші қолаң, Дима мен Виканың туыстары жылап сықтап тұр. Түсінгенім, Вика өзінің машинасымен келе жатып, түнде жол апатына түсіпті. Сол жерде жан тәсілім еткен көрінеді. Әйелдің машинасынан сау жер қалмаған. Қарсы келе жатқан ауыр жүк көлігі таптап өткен дейді. Бұны естіген мені қуанды деп ойлайсың ба? Жоқ. Енді мен өзімнің оны талай рет қарғағаныма өкіндім. Тура өзім өлтіргенде болып сезінгем. Сабақта да байыз тауып отыра алмадым. 2 сабақтан соң үйге қайтып келдім. Бір ой, қуан сәуле, арманың орындалды. Енді әкең бұрынғыдай отбасымен болады. Бақытты боласыңдар дейді. Екінші ойым, әкемнің басында алынбаған дуа қалды. Енді не болар екен деген ой еді. Әкем бұл жайттардың бәрін салқын қанды қабылдаған сияқты. Өз ойы өзінде. Ал анам болса тіпті сол әйел туралы ештеңе айтқысы келмейтін сияқты. Не қуанбады, не қайғырмады. Бірте-бірте ұмыт бола бастағандай. Міне, менің де мектеп бітіру кешімде өтпекші.
Алдымыздан тек сәттілік күтеміз. Арманымыз алға жетелейтін біздерді. Мен мектепті алтын белгіге бітірдім. Ұстаздарым да, достарым да мені мақтап жатыр. Бірақ менің жан күйімді түсінер кім бар? Ойлайтыным, әкемнің басындағы дуа сол күйі алынбай кете ме? Ертең әкем ауру боп кетсе не болады екен деген ойлар мені мазалауда. Міне мен студентпін. Семейдегі медициналық академияға түстім. Енді әкемнің денсаулығы үшін оқуды жақсы оқуым керек деп қоямын. 3-ші курстан соң мені Жапонияға оқуға жіберді. Ол кезде шетелден білім алуға бәрі құштар еді. Болашақ бағдарламасы аясындағы науқан кезі болатын. Енді мен Токио университетінің студентімін. Болашағым айқын, арманым биік еді. 3 жылдан соң каникулға келдім. Мен кеткенде көптеген өзгерістер болыпты. Анам мен әкем айырылысыпты. Бүгінде анамның өз отбасы бар. Ал әкем соңғы кездері жүйкесі қатты сыр беріп, жүйке ауруларын емдейтін аурухананың тұрақты клиентіне айналыпты. Қайран әкешім, сенде тіпті жынды деуге аузым бармас. Барлығы сол алынбай кеткен дуаның кесір екеніне көзім жетеді, ішім сезеді. Менің қолымнан не қайран бар деп жылап аламын. Ауруханаға әкеме бардым. Жоқ, әкем мені бірден таныды. Сәулем деп бетімнен сүйді. Көзіндегі жасын көрсетпей төмен қарап, қолымен сүрте бергені. Папа, қалыңыз қалай деп қоямын. Иә, жақсы құлыным дейді. Тек әлде біреу түн болса құлағыма Вика, Вика деп сыбырлау мен болады. Енді бірде құлқындырып жатады. Түн баласы кейде көз ілмей шығамын деп қамыға жауап берді әкем. Қоштасарда, құлыным, сен аман болшы, кешір әкеңді деп кеңсеңдеп жылап жібергені. Мен әкемнің жылағанын бірінші рет көрдім. Асқар таудай әкем, сымбатты, айбатты әкем, бейшара болып қалғанын көру қандай қиын еді. Шашы да әппақ боп ағарып кетіпті. Бұл әкемді соңғы рет көруім болды. Содан оқуымды тәмамдап елге келдім. Беделді маман ретінде жұмысқа мені қақпай алды. Содан оқуымды тәмамдап туған қалам Семейге келдім. Беделді маман ретінде жұмысқа қақпай алды. Осы жерде бір күні кластасым Арсенді көрдім. Ол да қалада инженер-программист болып қызмет етіп жатқан болатын. Ортақ әңгіме, оқушылық өмір бізді жақындастыра түсті ме? Екеуміз отбасын құрдық. Арсеннің ұлты орыс, бірақ ол кезде мен үшін ұлт деген нәрсе ештеңеге тұрмайтын. Оны жақсы көргеннен болар. Басында бәрі керемет еді. Өзіміздің 3 бөлмелі пәтеріміз, көлігіміз болды. Екеулеп ақшаны да мол тауып шалқып өмір сүрдік. Көп ұзамай Астанаға қоныс аудардық. Осы Астанада ұлым Владик өмірге келді. Бақыттан басымыз айналып өмір кештік деп әйел терең күрсініп қойды. Ал енді осындай халге қалай келдіңіз, кешіріңіз, дедім. Жоқ қызым, осы сұрақты бәрі қойғысы келеді, білемін. Менің күйеуім христиан дінінде болғандықтан, енді мен де сол дінді қабылдаймын деп шештім. Шіркеуге барып, шоқынып, Мария деген ат алдым. Өмірім бір қалыпты өте берілмеді. Күйеуім Арсен нағыз нашақорға айналмағанда. Күйеуім ақшаның буына шыдай алмады. Арақ ішу бер жақ екен. Енді есірткіге тәуелді болып, үйдегі барлық затты сатып, отбасымыздан береке кете бастады. Қайненем Вера Николаевна бұған мені кінәлі көрді. Мені жақтырмайтын енем бізге қарай ат ізін салмай алыстан амандасты. Нашақорлы талай рет барып, ақша сұрап мазасын алған болатын. Үйден берекет кеткен соң жұмыста қадірім болмады. Кей күндері ащы суды тоя ішіп, жұмыстан кешігіп жүрген маған бастығымыз жұмыстан өз еркіммен кетуді талап етті. Енді Арсен менің
әшекей киімдерімді сатып, нағыз азғынға айналды. Ұлымыз болса, балабақшаға баратын, кейде апаруға жағдайымыз болмай қалатын ащы суға бөгіп. Бұны білген соң бізді ата-аналық құқығымыздан айырып, ұлымды жетімханаға жіберді. Бәрі адыра қалып, нағыз қайыршыға айналдық. Дос та, таныс та бізден сырт айналды. Бүгінде өзім жалғызбастымын. Күйеуім қыстың аязында далада қалып үсіп өліпті. Елден естігенім. Өткен жылы қыс қатты болды ғой бұл жақта. Мен мына әйелдің әңгімесін денем түршіге тыңдадым. Қазір қайда тұрып жатырсыз? Анаңыз қайда? Неге араласып тұрмайсыз дедім. Менің үйім вокзал, парк, көше. Баяғыдағы үйді Арсен сатып жіберген. Ал анам осы қалада. Екінші күйеуі дін жолындағы тақуа адам. Менің мына жүрісімді жақтырмайды. Олардың отбасының мазасын алғым келмейді, деді Сәуле Мария. Қызым, мен бұл сырдың бәрін саған тегін айтып отырған жоқпын. Өмірің алда, өз дініңе, тіліңе адал бол. Сүтпен сіңген ата-баба қасиеттін бағалай біл дегенім. Міне, біз де соңғы аялдамаға келіп қаппыз. Сәуле Мария апай да автобустан асыға түсіп, бүкшеңдеп бара жатты. Өзі әлде қайда асығулы секілді. Алла, тура жолыңнан тайдыра көрмеші, тіл мен ділден айырма біздерді деп күбірлей бердім іштей.